Міне құрметті ағайындар, бүгінгі видеоролигіміз осы арка жайлы болады. Мына жерде арканы гипсокартоннан жасағанбыз. Формасын стенадан 20 сантиметр шығып тұр қазір. Бұлайынан 33 сантиметр. Өйткені біздің алып жүрген гипсіміз осы размерге сәйкес келеді. Қазір мына жағаға жабыстырылды. Бұл жерде түсіндіретін нәрсе, гипсті немен жабыстырамыз? Гипсті обычный финишпен жабыстырамыз. Бұның клейі осыдан артық клей жоқ басқа. Мына астында тұрған узоры бөлек сатылады, орта белбеуі бөлек сатылады, жоғары жағы бөлек сатылады. Міне мына жерде жатыр. Қазір мына жерде жартысына келіп тұр. Енді үстіңгі жағына шапкасын қойып өлшеп сызып аламын. Содан соң мына белбеушені соған өлшеп кесем. Біріншісі сол қойылады. Осылай шығып тұрады мына жерден. Осылардың шеттерін бәрін тазалап жүреміз қазір.
Міне құрметті ағайын, жабыстырып қойдық мынаны. Бұл финишпен жабыстыратын себебіміз мына стиктарына осылай жағылады. Қорықпай жаға беру керек. Одан кейін үшкурка жүреді. Үшкуркамен, наждашкамен алып тастайсыз, болды. Одан краска жүреді. Мына жағы да бітті қазір. Ендігі жабысатын жер мына бергі жағына жабысады, сосын арғы жағына жабыстырады. Ал міне ағайындар, бітірдік. Енді бұда келесі жұмыс стиктарды үшкіркі жасау керек. Үшкіркіден кейін уже бояу болады. Міне ағайын, боялып біткен кезде осылай шығады. Арна ұнаса подписка жасаңыз.